Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шахматты торттың рецептісін ұсынбақшымын. Бұл тортты мен ғаламтордан ең алғаш рет көрген кезде қызығып бірден дайындаған болатынмын. Торттың дәмі де, ортасындағы корждардың шахмат түрінде орналасуы барлығы мені бірден қызықтырып, еліктіріп, бұл тортқа бірден ғашық болдым. Бұл торт рецебті сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дайындап көріңіздер. Қонақ дастарханға өте әдемі үйлеседі деп ойлаймын. Бұл тортты дайындау үшін бізге ең алдымен шоколадты бисквит дайындау керек. Шоколадты бисквиттің рецепті менің каналымда бар. Осы видеоның астына ссылкасын тастаймын. Және де бисквиттің құрамдарын жасап қоямын. Сол құрамдардың барлығын араластырып 180 градуста пісіреміз. Бисквит дайын болған соң бисквитті толықтай суытамыз. Содан соң оны екіге бөлеміз. Қақ ортасынан бөлмейміз. Жоғарғы бөлігі сәл ғана үлкен болатындай қылып екіге бөлеміз. Содан соң мен бисквит тегіс болу үшін бетіндегі жаңағы верхушкасы деп атайды орысша, соны алып тастаймын. Енді бізге кольцо қажет. Немесе қандай да бір тәрелкені пайдалансаңыздар болады. 2 сантиметр болатындай, ені 2 сантиметр болатындай біз дөңгелектер кесіп аламыз. Яғни шеңбер сияқты қылып дөңгелектер кесіп аламыз. Дөңгелектің ені 2 сантиметр болу керек. Барлық дөңгелекті біз бірдей қылып, ені бірдей болатындай қылып кесіп алу керек. Егер біреу үлкен, біреу кішкентай болса, онда ол торт әдемі емес болып қалады. Мысалы, осындай тәрелкелерді пайдаланамыз. Ені 2 сантиметр болу керек. Формасына қарай кесе, тәрелке, одан да кішкентайы жаңағы печенье кесуге арналған формаларды пайдалансаңыздар болады. Міне біз барлығын кесіп алдық дөңгелектерді. Енді бірін үстіне бірін қойып орналастырамыз. Яғни аралары ашық болатындай дөңгелектерді өзінің көлемдері бойынша орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей қараңыздар, аралары ашық болатындай, қай дөңгелек қайсының ішіне сияды, осындай спираль сияқты болып тұрады, солай орналастырамыз. Сонда бізде 2 түрлі осындай дөңгелектер шығады. Кремді дайындау үшін салқын сүтке желатин қосамыз, жақсылап араластырамыз. 15-20 минутқа қойып қоямыз. Кейін ісіген кезде біз оны су моншасына қойып ерітеміз. Енді сүзбеге қант қосамыз. Қанттың жартысын алып қаламыз. Біз оны қазір кілегейге қосатын боламыз. Менде қолдың сүзбесі болғандықтан, оның үлкен түйіршіктері өте көп. Сол себептен мен оны блендермен еземін. Негізі сіздерге кеңес ететінім, дүкеннің сүзбесін алған жақсы. Дүкеннің сүзбесі сондай қоймалжыңдау, кішкене қаймақ тәріздес болып келеді. Сондай сүзбелер өте жақсы үйлеседі. Оларды блендермен езіп қажет емес. Енді біз бөлек ыдысқа салқын кілегейді құямыз, оның үстіне жаңа қалған қантты саламыз. Жақсылап қоюланғанша, өзінің формасын ұстанғанша біз миксерлейміз. Кілегей міндетті түрде салқын болу керек, және де пайызы төмен болмау керек. Миксерлеп болдық. Енді біз жаңағы араластырып қойған, ең басында араластырып қойған сүт пен желатинді су моншасына қойып, жақсылап араластырамыз. Біз енді соны ерітеміз. Кішкене ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Қайнатуға болмайды, ысылу керек. Содан соң біз оны қазір кілегейге құямыз. Ысыды. Енді біз оны аз-аздан жайлап кішкене құйып отырып, осы кілегейге құйып отырып, миксермен араластырамыз. Барлығын құйып болғаннан кейін миксермен көп араластырудың қажеті жоқ. 10 секундтай араластырсаңыздар болды. Одан кейін өзі осылай су сияқты болып тұрады. Енді біз жаңағы блендермен езіп қойған творогты
осы кілегейге салып тағы да жақсылап араластырамыз. Тағы да қайталап айтамын, егер де сіздің творогтарыңыз, яғни сүзбелеріңіз сондай қаймақ секілді қоймалы жындау болса, онда оны блендермен езіп қажет емес. Менің сүзбем қолдың сүзбесі және құрғақ үлкен түйіршіктері болған соң мен оны блендермен ездім. Жақсылап араластырдық, біздің креміміз дайын. Крем өзі сұйық болып шығады. Енді біз кальцо міндетті түрде қажет, кальцо немесе торттың формасын пайдалануға да болады. Ең алдымен жаңағы төменгі коржды саламыз, бірнеше қасықтап жұқа қылып осы кремімізді жағып шығамыз. Көп көлемде жағып қажет емес, жұқа қылып жаямыз. Енді осы видеода көрсетілгендей біз осы дөңгелек корждарымызды орналастырамыз. Енді кремді осы дөңгелектердің арасына қасықтап құямыз, немесе кондитер қапшығына салып құйсаңыздар, солай ыңғайлы болады. Міндетті түрде ақырындап, міндетті түрде барлық крем жететіндей қылып, осы кремді жаққандарыңыз дұрыс. Және де біздің корждарымыз түзу болып кесілген болса, дұрыс орналастырылған болса, біздің тортымыз ортасын кескенде де өте әдемі болып шығады. Ал егер сіздердің корждарыңыз қисық болып орналастырылса, онда тортты кескен кезде де қисық болып шығады. Енді барлығын бетін креммен жауып тастаймыз да, келесі біздің кесілген дөңгелек корждарымызды орналастырамыз. Дәл видеода көрсетілгенде орналастырамыз да, тағы да араларына осы кремді құямыз. Ең соңында қалған кремнің барлығын осы торттың бетіне құйып жібереміз де, бетін жақсылап тегістейміз. Бұл крем қазір тоңазытқышқа салған кезде өзі формасын ұстап, суфлеге айналады, яғни өзі қатады. Міндетті түрде жақсылап бетін тегістеңіздер. Енді тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа жібереміз. Мен өзім тоңазытқышта 4 сағаттай ұстадым. Содан соң формадан ақырындап пышақпен жүргізіп шығып босатамыз. Енді торттың бетін әсемдеуге көшеміз. Әсемдеу үшін бізге 2-3 А4 қағазын аламыз да, осындай жолақтарды кесіп аламыз. Жолақтың ені міндетті түрде 2 см болу керек. Бірдей қылып кесіп алған дұрыс. Содан соң оның барлығын осы торттың бетіне видеода көрсетілгендей орналастырамыз. Қатты жабыстырмаймыз, қатты үстін баспаңыздар. Жай ғана қолымыздың ұшымен осылай үстіне жай ғана салып шығамыз. Осылай барлық жолақтар орналастырылды. Енді бірінен соң бірін алып тастаймыз. Бір жолақ қалатындай осылай алып тастаймыз. Бұл бізде жаңағы түп-түзу болып, әдемі болып шығу үшін керек. Енді перпендикуляр күйінде тағы да осылай барлығын орналастырып шығамыз да, тағы да бірінен соң бірін алып тастаймыз. Сонда бізде квадрат тәріздес орталары сондай ашық қалуы керек. Тағы да алып тастаймыз. Осылай видеода қалай көрсетілді, дәл солай істеңіздер, әдемі шығады. Міне бізде осылай шықты. Енді бізге какаоны біз ситаға салып, жақсылап ситадан өткізіп, осы торттың бетіне себеміз. Енді содан соң барлық жолақтардың барлығын біз ақырындап алып тастаймыз. Ақырындап жайлап алу міндетті, өйткені бұның үстінде какао тұр. Жаңағы ақ жерлерге, торттың ақ бетіне осы какао шашылып түсіп кетпеуі керек. Енді таза жолақтарды аламыз да, қайтадан осы какао квадраттарын жауып осылай саламыз, видеода көрсетілгендей. Таза жолақтарды алу қажет. Тағы да осылай орналастырамыз, қараңыздар.
какаоның бетін жабатындай болу керек, жаңағы какао квадраттарын. Енді тағы да ситадан какаоны өткізіп осы торттың бетіне саламыз. Енді барлық жуақтарды алып тастаған кезде бізде шахмат тәріздес әдемі болып шығады. Осы жолақтарды алған кезде ақырындап алыңыздар. Міне біздің тортымыз әп-әдемі болып шықты. Дәмі әдемі, дәмді болатынына да күмәнім жоқ. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын реттеп. Қазір тортты кесіп, бірге дәмін көретін боламыз. Торттың дәмділігіне сөз жоқ. Бұл торттың ерекшелігі біріншісі бұл бетіндегі шахмат тәріздес салынған өрнегі, екіншісі ортасындағы шахмат тәріздес орналасқан корждары. Ал үшіншісі бұл оның осы суфле кремінде. Бұл крем бұл тортқа ерекше бір дәм береді, өте бір жұмсақтық береді, және де сондай бір нәзіктік байқалады. Торт сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеода жасау жолы қиын болып көрінгенмен, бірақ өзіңіз жасаған кезде, дайындаған кезде өте оңай екенін байқайсыз. Рецепті соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видеоны бағалап, лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлжанат.